Сәлем достар, бүгін таңғы асқа дәмді әрі жұмсақ американдық панкейк пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге керек заттар: 2 жұмыртқа, 140 грамм қант. Венчикпен жақсылап араластырамыз. 500 мл сүт, 3 ас қасық сұйық май. Иліктен өткізілген 400 грамм ұнға 1 шай қасық қобыздықыш қосамыз. Ұнды біртіндеп қосып араластырып отырамыз. Түйіршіктері болмайтындай жақсылап араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қаймақ тәріздес болуы керек. Енді ысып тұрған табамызға қамырымызды қасықтың көмегімен құямыз. Екінші жағын аударып, дәл осылай пісіреміз. Міне біздің панкейктеріміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.